Ассалаумағалейкум бауырлар. Асқабақтың дәнінен 2 қасық, үлкен қасықпен. Сонымен куркумадан кішкентай қасықпен 1 қасық. 1 жартылай чеснок. Жұқа тілінген 1 лимон. И 3 тал қалампыр жетеді. Осыдан біз қазір антипаразитарный, ағзамызға өте пайдалы коктейль жасаймыз. Оған 150 мг су құямыз. Сосын блендерден өткіземіз. Міне коктейліміз дайын болды. Коктейль дейсіз ба, сүт дейсіз ба, бәрі-бір. Міне керемет. Антипаразитарный. Біздің ағзамызда толған паразиттер. Сол үшін біз деген үнемі сол паразиттермен алысып өтуіміз керек. Өмір бойы алысып өтеміз, так-так алысып өтеміз. Енді олардың біз деген сандарын азайтып отырмасақ, түбі олар бізді құртып бітіреді. Сол үшін бұларға қарсы осылай неше түрлі коктейльдер, сүттер жасап ішіп тұруымыз керек. Мынау енді асқабақтың дәні, бұларды есеңгіретіп, жаңағы паразитарный құрттарды, олар ішектің қабырғаларына жабысамай, четінен естер ауып, құлап жатады. Мына куркума, сосын жаңағы чеснок, лимон, қалампыр, оларды бытшын шығарып, қырып жойып, ағзадан шығаруға барлық күштерін салады. Енді сол үшін біз көбірек су ішуіміз керек. Күніне 2-3 литрға дейін су ішіп тұру керек. Мұнан енді қалай ішеміз десек, бәрі аш қарынға ішеді ертең ерте. Бірақ мен бұны жатардың алдында бір жарты сағат қалған кезде ішем. Өйткені көп жерде айтылады, құрттар деген түнгі сағат 3-4 адам чырт ұйқыда жатқан кезде сонда тұрып тамақтанады дейді. Сол кезде осы уланған тамақты ішсін. Түсінген ертең ерте тұра салып 2 стақан су ішіп, күні кешке дейін су ішіп, оларды ағзадан шығару керек. Сөйтіп бұлардың көздерін жойып тұрмасақ, біздің ауруларымыз неше түрлі сүйек қақсау, буын аурулары, аллергия, неше түрлі воспалениялар бізде түбімізге жетеді. Өлген адамды да тез-тез неге жерлейді. Өйткені адам тынышталып қалған кезде ол құрттар тіріліп, адамды түбі жеп бітіреді. Құдай сақтасын.